Қазір жазып отырғандарым сандырақ секілді көрінеді. Бірақ мен басқа не істерімді білмеймін. Бәлкім бірдеңе жазу ақылсыз шығар, әсіресе қазір білетіндерімді алғанда. Бірақ бәрі өз кезегімен. Бәлкім сіздер де мен сияқты сыншы шығарсыздар. Мен құдайларға сенбегенмін, жұмақ пен тозаққа, және өлімнен кейінгі өмірге сенбегенмін. Бұның бәрін балаларға айтылатын ертегі деп ойлайтынмын. Кейін жай адамдарды басқару үшін шығарылған әңгіме дедім. Кейін тіпті назарға лайық емес жындылардың сандырағы деген ойға келдім. Бірақ мен қатты қателесіппін. Құдайды немесе жұмақты білмедім, бірақ тозақ шынымен бар. Ешқандай да қазан немесе айғыр ұстаған жындар жоқ. Ешқандай да заң жоқ. Қараңғы түнек соңындағы жарық та жоқ. Әлде тағы не жазғанды жақсы көретін еді. Бәрі оңай. Тіпті оңай болған соншалық үрей тудырады. Көлік апаты, ұшақтың құлауы, тозаққа түсудің мыңдаған жолы бар. Бұның бәрін бір нәрсе біріктіреді. Ол жаққа барғандар әлі тірімін деп ойлайды. Онда тап болғаныңды сезбейсің. Таксиде кетіп барып апатқа ұшырадым. Мені шығарып алды. Бірақ оң жақ қолымды кесіп тастады. Аурухана, мүгедектік, жұмысымды жоғалттым, және ең бастысы, өмірімнің мәнін жоғалттым. Менің өмірім бұл жерде 3 ай жалғасты. 3 жан түршіктірер ай. Соншалықты тіпті мейірімді болып жүретін ата-анам ашулы ызалы адамдарға айналып кетті. Әр болмай қалған істері мен реніштерінің кегін менен алатын болды. Мен күнде басып тұрған қысыммен өмір сүрдім. Ойымша сәтсіздіктер мені барлық жағынан аңдып тұрған секілді. Әке-шешелерімді қоспағанда көршілер, айқайлап жүрген алқаштар, көшеде жүрген ұрылар, ұйқысыздық пен түнгі қорқыныштар. Бұған қоса еш себепсіз өзіме деген жаман сезім, сәтсіздіктердің кіші үлкені болсын, менің өмірімді толтырып келді. Өткен айдың соңында бәрі өзгерді. Қарашаның соңғы айы болатын. Мен бір айқайдан оянып кеттім. Әдеттегідей отбасылық ұрыс болып шықты. Мен көрпешеме оран, енді бұл жолы маған қатысы болмайды деген үмітпен жатып қалдым. Бірақ тағы жолым болмады. Ұрыс тоқтаған кезде менің бөлмеме әкем кіріп келді. Үстімнен көрпешені тартып алды да әдеттегі сөзін айқайлай бастады. Егер сен сол көлік апатында қайтыс болғаныңда, біз бақытты өмір сүретін едік. Тағы да 1-2 рет ортада киініп көшеге шығып кетті. Мен бөлмемнен шыққанымда қансырап жатқан анамды көрдім. Полиция шақырдым. Жылы киініп подъездге шықтым. Әкемді қайта көруге қатты қорықтым. Енді мен жалғыз өмір сүрдім. Осы 10 күн мен үшін нағыз жұмақ секілді көрінді. Ешкім ұрыспайды. Әр күні ұрмайды. Өз кінәлары үшін мені кінәламайды. Сәтсіздіктер азайды. Азық-түлік таусылған кезде үйден шығуға тура келді. Көшеде мені ұрылар ұрып, ақшалар мен ұялы телефонымды тартып алды. Үйге оралдым. Полицияға қоңырау шалғанымда 2 сөзбен сөндіріп тастады. Келесі күні аштық, тағы дүкенге баруға мәжбүр етті. 1 айға жететін азық-түлігімді сатып алдым. Осылай ұзақ жалғаса беретін еді, бірақ алдыңғы күні бір жағдай болды. Желіде отырғанмын. Таңға таман кіреберіске шыққанда қатып қалдым. Алдымда бұрын соңды көрмеген бір кісі тұрды. Мен әрине қорқып кеттім. Ал кісі болса жай ғана маған қарап тұрды. Осылай тұрғанымыз 5 секундқа жалғасты. Кейін мен бірден өз бөлмеме жүгіріп, артымнан есікті жаптым да үстелмен тіреп тыңдап отырып қалдым. Кіреберісте тыныш болатын. Жарты сағаттан кейін өз-өзіме келдім. Үстелдің үстінен ас пышағын алып кіреберіске шықтым. Өз-өзіме бұның бәрі жай ауру қиялымның кесірінен деп сендіріп. Әлгі кісі ешқайда кетпеген. Ол сол бағанағы орнында жыбырламаған күйінде тұрды. Мен одан, «Ей, сен кімсің?» деп сұраудан басқа ештеңе ойлап таппадым. Ақыры тынышталдың ба? Оның дауысы бірден жан-жақтан шыға бастады. Қорқыныштан шыдай алмадым. Қайтадан бөлмеме тығылғым келді. Бірақ денем мені тыңдамай тұрды. Керісінше қатқан күйде оның көзіне қарап тұрдым.
Ол маған не болғаны жайлы айта бастады. Алыс, шаршаңқы дауыспен. Менің көлік апатынан қайтыс болғанымды және тозаққа түскенім жайлы. Ол жерде бәрі қалай орналасқан? Ол тозақ менікі екендігін айтып тұрды. Мақтан, бұл әлем сен үшін жасалды. Бұл әлемдегі адамдардың бәрі шын емес, және олардың бәрі бір мақсатпен менің өмірімді шыдамсыз ету үшін жасалғанын айтты. Әрі қарай бұдан да жаман болады. Құлағанымның кесірінен оянып кеттім. Соған қарағанда тұрып тұрған жерімнен ұйықтап қалған мынау. Таң атып қалған. Бәлкім бұл болған нәрселердің ішіндегі ең жаманы шығар. Өз-өзіңнің өлгеніңді білу. Сол күні кешке жақын ваннаға ыстық су толтырдым да венамды кесіп тастадым. Ваннаның ішінде ояндым. Тым қатты суық болатын. Қозғала алмадым. Өліктің иісі шығып тұрғанынан есімнен танып қалдым. Бір таныс дауыстан қайта ояндым. Ол жерде қаша алмайсың. Өліктер екінші қайтара өле алмайды. Кейін қайтадан тозақ жайлы әңгімесін жалғастырды. Тыңдамадым. Қазір осында жата тұр. Ол сенің жазаң болады. Деген сөзімен әңгімесін доғарды да бөлмеден шығып кетті. Сасық сұйықтықта қаншалықты ұзақ жатқанымды білмеймін, бірақ сонда да орнымнан тұруға күш таптым. Ваннаны жуып, өліктің иісін кетіруге тырыстым, бірақ қолымнан ештеңе келмеді. Бір таң қаларлығы, мен тірімін. Қолым мүлдем жараланбаған секілді. Бүгін ол кісі тағы да пайда болды. Жазаны түсінгенімді сұрады. Мен болсам, енді өзіме қол жұмсамаймын деп жауап бердім. Кеш бойы оған сұрақ қойып отырдым. Сөйтсем, менің өзім жайлы білетін нәрсенің бәрін ол да білетін болып шықты. Одан қолымды қайтара аласың ба деп сұрадым. Осы сұрақты бұрыннан күткендей, арамы күлкімен маған қарады. Мен өзімді ыңғайсыз сезініп кеттім. Сөйтсем, ол маған сұраған нәрсенің бәрін бере алады екен. Бірақ менен сол берген нәрсеге лайықты затты айырады. Түбінде қолымды қайтарды. Қазір түн. Осы сөздерді екі қолыммен жазып отырмын. Ал анау мақұлық кіреберісте кезіп жүр. Егер көзіне түссем, қайтадан қолымды тартып алуға дайындалып. Ол жерге әр түні келіп тұрады, бірақ мен енді оның көзіне ілінбеймін. Басым ауырып, әртүрлі ойлар шатасып тұр. Денемнен әлі сасық шіріктің иісі шығады. Білмеймін, кете ма, кетпей ма. Бәлкім осы сөздер соңғы 3 айда не болғанын түсіндіре алар. Бәлкім жоқ. Бірақ сонда да сәл жеңілдеп қалармын деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум бауырлар. Видеоның соңында амандасып отырмын. Уәде бергенімдей бүгін видео шығардым. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Байқауымша ұзақ оқиға болды. Ал ендеше кеше мен сообществоға пост қалдырғанмын. Егер осы видео не жайлы болатынын тапсаңыздар, видеоға шығарамын деген едім. Ол уәдемді де ұстандым. Міне, алдарыңызда жеңімпаздар. Бірақ суретті шатастырудан тым қатты кеткен сияқтымын. Көбісі Mortal Kombat ойыны жайлы болады деп ойлап қалды. Енді әр видео шығара алдым, осылай сұрақ қойып отырамын. Назар салып отырыңыздар. Ал ендеше, аман есен сау саламатта болыңыздар.